Жо еще өзім кешірім сұрағанша sorry my встречка ғой мынау долбоёб блин. Кетті машина. Ой, машина қой. Обед. Мына жақта пешеходтарға вообще жол бермейді. Массажды әдем қыздар жасаймын екен деп келе жатқан ғой өзінше. Қарма бірден келді. Достар, массажға келдік. Аяғым көрсе. Аяғым бағана мопед қағып кетті. Ысып кетті аяғым. Еще ол мені қағып кетеді да, еще мен одан кешірім сұраймын ғой. Sorry деп. Ол негізі мені қағып кеткен еді. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Мен кешегі футболдан кейін енді бірінші өмірімде басынан соңына дейін прям қызығып футбол көрген шығармын. Және ана макияж жасадық қой азанғы уақытта, енді әбдетке таман. Сонымен ана макияжды деген шешкенше асығып көп андай макияжсыз жүрдім ғой енді. Өзім жасайсың. Сонымен үйреніп қаптым ше. Әрең шешіп күшті демалып жатырмын енді бүгін. Бетім демалып, өзімде ұйықтап, енді тұрып, жуынып жиналып жатырмын. Бүгін бұйырса Сарыағашқа кетем. Солай. Потом айтпақшы сіздерге бір күшті нәрсе айтпақшымын. Подсказка менде. Не айтамын? Айтады деп ойлайсыңдар. Мен футболканы әлі шешпей жүрмін. Өмірдің үзілген жоқ па? Жоқ. Құтты болсын. Алғашқы үміт. Қуаныштың артынан қуаныш болып жатыр дейсің ба? Жоқ, қуаныштың болғанда Нұрсұлтан кетіп қалды ғой. Бір сонда эфирде бауырласып қаламыз ғой, күнде көріспейміз. Саған көңіл босап кетті. Қадірін түсініп жатырсың. Қандай жігіт келді деп ойлайсың енді? Қандай жігіт болса да, ең бастысы жауапкершілігімен отбасы құруға дайын ер азамат болса. Аяғынан нық тұрған дейсің. Иә. Достар, жаңа ғана эфирден шығып досым үйіне келдім. Сосын обедке не жейміз деп бұл суши заказ бердік. Өте күшті өте дәмді екен. Астына несі тасып кетем. Добрый кеш, қалайсыздар? Мен айтқым келеді, мына көбісі айтып жатыр екен, сендер футбол көрмейсіңдер ғой, Қайраттың жанкүйері еместер, қайдан шықтыңдар деп. Сендер керісінше қуанбайсыңдар ма оттай бергенше. Қайраттың жанкүйерлерінің қатары көбейіп жатыр, қосылып жатыр. Біз не үшін Қайратты қолдаймыз? Өйткені Қайрат Қазақстанның намысын әлемдік аренада қорғап жатыр. Менің ойымша достойно қорғады деген сенімдемін. Және бүгін кешке 16:00-де Рух реалити отборының